Жоғалған жүзік. Тау арасындағы көрікті курорт алаңына дыбыссыз жылжып келіп тоқтаған қара Волга бірден ел назарын аударды. Биік шырша көлеңкесінде домино ойнап отырған еркек әйелдердің ішіндегі қуақы қара жігіт пах-пах, бір дөкейдің махаббат-ау шамасы. Пах-пах, жеңгеміз қалай еріледі деп таңдай қағып қалды. Шофер жігіт сары қайыс чемоданды көтеріп алға түсті. Көк тұқыл шашы тікірейген кішкентай кісі баланы жетелеп оның соңынан жүрді. Қос бұрымын желкесіне түйіп тастаған күлімкөз әйел бұлардан оңашаланып жан-жағына жалтақтап бара жатты. Курорт кеңсесінің қасына барған соң көк көйлекті жас бала шофер қасына қалды да ішке еніп кеткен кішкентай кісі далаға қайта шығып фонтан жанында желпініп тұрған әйелге қол бұлғады. Көк тұқыл шашы тікірейген кішкентай кісі курорттың бас дәрігерінен бастап үй сыпырушыларына дейін аяғынан тік тұрғызды. Табанда бір бөлмеде жатқан үш әйелдің бетіндегі әжімді қалың жаққан опа жасырып түсірді. Бөлмешіне әшекейлі құмырада өсірген гүл қойып, едендегі кілемді ауыстырды. Коридорға жаңа алаша төселді. Қасқабас дәрігер қатардағы бөлмелерді аралап, бұдан былай орынсыз күлкі, дабыра сөз, ары-бері тарс-тұрс, көп жүрісті тоқтатуға әмір етті де, әрбір Басырович, енді алаң болмаңыз, жұбайыңыз тамаша дем алады деп, кішкентай кісінің қолын қысты. Қара Волга қалаға қайтарда, күлімкөз әйел баланың айдарынан сипады да, Ваня, күтуші әйелге сәлем айт, буға бұқтырған тауық етін, өзі қолдан жасаған қарақат шырынын әкеп тұрсын маған деп, жай жылжи бастаған машинаның шоферына әмір берді. Маша жеңгей демей, күтуші әйел деген сөзді жан-жаққа естіртіп әдейі айтты ол. Машина көзден ғайып болған соң күлімкөз әйел бөлмесіне соққан жоқ. Ала қанат желпуішімен күн көзін тосып, клуб жақта аралап жүрді де, гүл арасына қойылған орындық отырды. Осы кезде қолтығына кітап қыстырған қысық көз, домалақ қара жігіт әйел қасына жетіп келді. Қасыңызға отыруға мүмкін бе қарындас деп, ол сәл иілді де, орындық жанында жайқалған гүлдің бір далын жұлып алып, әйелге ұсына қойды. Жігіт шынтақ таяп жақын отырғанда, күлімкөз әйелдің бетіндегі әжімді қалың жаққан опа жасырып тұрғанын сезді. Ол алтын сырға, алтын жүзік, алтын сағатқа көз жүгіртіп өтті де, бұл әйелдің өзінен 5-6 жас үлкендігі бар екенін ішінен есептеп қойды. Танысып алайық қарындас, менің атым Көлтай, Қарсақбайдан келген инженермін деп жігіт қол ұсынды. Асия десеңіз де болады ағай. Күлімкөз әйел қолын ұстаған бойы көз алмай, қадалып қалған жігіттен ұялған болып төмен қарады. Ұялмаңыз қарындас, курортқа келген соң күліп ойнап, көңілді жүрген жақсы. Осында келген қазақ әйелдері ұйқыдан бас көтермейді. Қасқыр жеп қоятындай, асханадан бір қадам әрі аспайды. Қасына біреу жақындаса өрмекшідей жиырыла қалады. Қызық, сонда курортқа несіне келді? Бір ай тегін тамақ ішкеніне мәз бола ма? Құдай-ау, мына керемет табиғат неге олардың жанын қытықтамайды, деп Көлтай әңгімеге ықылас қойып тыңдап отырған Асияға қарады. Әйел адамның орынсыз ыржақтай бергенінің не жақсылығы бар дейсіз, ағай? Әйел бейшара өсекке іліккіш, тіл ұшында тұрады ғой деп Асия күрсініп салды. Кешірерсіз қарындас, сіздің көңіліңізге бір қаяу түсіріп алдым ба? Қалай болды? Мен курортқа келген соң тауға шығып, күнге күйіп, тарихи мәні бар жерлерде болып қайтқан жөн дегенім ғой. Көлтай тағы да әйелге жағындай түсіп, оның саусағына үңілді де, жүзік көзіндегі Асия деген жазуды оқыды. Асия қолын өзіне тартып алды да, ағай, бұл жүзікті танып отырсыз ба деп езу тартты. Айта көрмеңіз, жүзікте өзіңіздің атыңыз жазулы ғой қарындас. Туған күніңізге бір жақсы көретін адамыңыз арнап соқтырған-ау шамасы. Сомалдын екен. Бір саусағыңызда бір жігіттің ғұмыр бойғы табысы жүр ғой деп тағы да Асияның саусағына қарады. Тух,
Сіз де тегі шегіне жеткізе мақтайды екенсіз. Жездемнің туған күніме жасаған сыйы ғой деп Әсия жүзікті сипап қойды. Айтпақшы, жаңағы қара жорғалы бір жапырақ кісі ғой сіздің жездеңіз, деп Көлтай түк сезбегендей аңқаусып қалды. Жездем екенін қайдан білесіз? Мүмкін жұбайым шығар. Кісінің көңіліне қарап сөйлеңіз. Бір жапырақ кісі дегеніңіз қалай? Әсия өкпе айтса да Көлтайға күлімсіреп қарады. Көңіліңізге келсе де шынымды айтамын, қарындас, сізді ол кісіге қимаймын. Міне басымды алсаңыз да қимаймын. Көлтай Әсияның алдына мойнын созып, басын оның тізесіне тигізді. Қойыңыз ағай, әр кездескен сайын бір жігіттің басын ала берсем, кім болғаным сонда тегі деп Әсия Көлтайның маңдайынан сүйіп, өзі кейін шегінді де сықылықтап күліп жіберді. Осы кезде түске тамаққа шақырған радио дауысы бөлмелерді аралап, қатпар-қатпар тау арасындағы қалың орманды тегіс сүзіп шықты. Менің қасымда бір орын бос. Бірге тамақтанатын болайық қарындас деп Көлтай орнынан тұрды да Әсияның қолтығынан сүйеп асхана жақты нұсқады. Екі таудың қақ жарып көбік атып құтырып ағатын жіңішке өзеннің жағасындағы жалғыз аяқ жол жанында ақ матаға сурет салып отыратын сары жігіт жүгін жазбай жүретін Әсия мен Көлтайға дастархандас болып жүрді. Әсіресе қара Волганың шофері келген күні Әсияның тау бөктеріне жаятын гүлді дастарханның үстінде алуан тағам болады. Осындайда Әсия суретшіні арнап шақырады. Тамаша, мен сіздердің татулығыңызға қызғанышпен қараймын. Осы достықты ұзағынан тілеймін деп суретші тос көтеріп, екеуін мадақтап қояды. Суретшінің өзі де бір рет өзен жағасында Әсияның құрметіне қонағасы беріп, бұларға дос көңілін сездіріп қойды. Осыдан кейін Көлтай суретшіден сескенгенді қойып, бір мәңгілік ескерткіш болсын, Әсия екеуміздің суретімізді ақ матаға майлы бояумен салып берші, досым деп қолқа сала бастады. Жарайды, асықпа, қолым босасын, тағы да Әсияға көзім үйренсін деп суретші солқылдақ уәде беріп қойды. Осылай 2 аптаның ішінде суретші бұлар мен әзіл қалжыңы жарасатын тату көрші болып кетті. 2-3 күннен бері Көлтай мен Әсия суретші қасындағы мекенін өзгертіп, жоғарғы тауға үрмелеп, қалың шыршадан әр асып кететін шығарды. Бүгінде міне бұлар суретші қасындағы жалғыз аяқ жолмен өтіп барады. Алдындағы Әсия суретшіге қол бұлғап күлімдейді. Оның соңында Көлтай мойындағы көк масы дорбаны нұсқап тамағын шертіп қояды. Суретші керіп қойған ақ кенептің сыртына шығып, бояу баттасқан жеңімен маңдайын бір тартып өтті де, жолдастар, тым алысқа ұзай көрмеңдер, аю жарып кетсе мен жауап бермеймін деп қайтадан өз шаруасына кірісті. Ойбай құрысын, бәсе кеше бір өкірген дауыс шығып еді-ау деп Әсия жол шетіне ыршып шықты. Қорықпа Әсия, бұл суретші жалғызсырап айтып тұр ғой. Бұл тауда менен мықты аю жоқ деп Көлтай әйелдің қолтығынан сүйемелдеді. Барып жайғасыңдар бәлем. Дастархан жайыла бастағанда тас төбеңде тас көтеріп аю тұрмаса, босқа бояуға малып жүрген шығармын деп суретші астына төсеп қоятын қалың сары қағазды қайшымен қия бастады да, әр түсті бояуына қарап езу тартты. Ол аю суретін қолдан қиыстырып отырып ойға кетті. Осыдан 2-3 күн бұрын кешкі серуенде жүріп, Көлтаймен бір оңашада қалғанда, сен мынау әйелді күйеуінен ажыратып алмақсың ба? Алшаңдап тым ашық жүрсіңдер ғой. Ертең бұлардың отбасында өшпейін өрт тұтанып кетсе, саған ұят болмай ма? Өз әйелің көзіңе шөп салса жақсы көресің бе? Неге жігіт арын қорғамайсың? Махаббатың өртеніп бара жатса, осында бойдақ әйелдер толып жүре ғой, дегенде Көлтай қысық көзіне жас шыққанша күліп, ай суретші, әлі бал екенсің ғой, өзімнен 5-6 жас үлкен, кәрі әйелді күйеуінен ажыратып алып, менің жын соғып кетті дейсің бе? Еріккен бай әйел, ақшаны оң-солды шашады, өзі анау кішкентай кісіні жұбайым деп жүрген жоқ, жездем дейді. Сонсын мен де түк білмегенсіп аңқаусып қоямын. Көлтай тағы да қарқылдап күліп, суретшінің иығына қол салып тұрып, бала,
жігітті екі айналып оралмайды деген болатын. Енді суретші сол кештегі әңгімені еске түсіріп, қара Волганың иесі осы қалада тұрады, ал мынау Көлтай Қарсақпайдан келдім деп жүр. Сонда бұл шашы тікірейген кішкентай кісімен қалай өштесіп қалған деген ойда отырып, аюдың кеудесіне басын желімдеп үлгерді. Сыңсыған сұлу шыршаның бірінің көлеңкесінде одеял төстеп дастархан жайып, 5 жұлдыздан 1-2 рет қағып алған соң Көлтай ән салып, тау табиғатына таңданып отырды да: «Эх, Әсия, осы қызық неге қысқа болды екен? Неге күн батып таң атады? Неге осы күйінде тұрып қалмайды құдіретті күн сұлу? Міне, енді 1-7-ден соң екеуміз екі жаққа кетеміз. Көзден кетсе, көңілден болар ұмыт деген осы емес пе?» Ол ауыр бір күрсінді де, тағы бір рюмка коньяк қағып тастап, Әсияның тізесіне басын қойып, оның қолын кеудесіне басты. «Тух, тегі жүрегімді тілгілеп түстің ғой, Көлтай. Мына жүзікті көзімдей көріп жүрші. Жылда осы курортта кездесейік екеуміз» деп, Әсия қолындағы жүзігін Көлтайдың шынашағына әрең салды да, оның шашынан сипап, маңдайынан сүйді. «Жоқ, бұл жүзікті беруге болмайды, Әсия. Жездеңнің көңіліне келер. Маған бір қара бастон костюм алып берсең жарайды сол. Әр киген сайын сенің жібек мінезің, күлімдеген қара көзің, күмістегей сылдыраған күлкің, бәрі сағымдай бұлдырап өтеді ғой алдымнан» деп Көлтай шынашағындағы алтын жүзіктен сүйіп алды. Рас, оның жүзікті жездемнің іздеуі мүмкін. Ертең демалыс қоя, жездем баласымен келіп кеткен соң екеуміз қалаға түсейік деп Көлтайды қытықтады Әсия. «Әсия, қытығым жаман, қызғаншақпын ғой мен» деп Көлтай басын көтеріп алдығанда, дастарханға түскен бір қиыршық тастан белең алып тау жаққа қараған Әсия «Ойбай, аю!» деп шалқасынан түсті. Дәл төбесіндегі жақпар тастан кеудесі ғана көрініп, үлкен бір тасты осыларға қарай дәлдеп, теңселіп тұрған аюға көзі түскен Көлтай төмен қарап ата жөнелді. Оның артынан «Көлтай, Көлтай» деп шыңғырған әйел даусы естілді. «Ох, мені Құдай сақтады-ау, әне Әсияны жарып тастады» деп ойлаған Көлтай өзен жағасына жеткен соң «Аю, аю, бір әйелді аю жарды жолдастар» деп тау жаңғыртып айғайлаған бойы курортқа қарай қаша берді. Өзен жағасындағы орман қарауылы безектеп қашып келе жатқан жігітті тоқтатып, «Қайдағы аю? Екі үйдің арасында аю жүре ме?» деп таңданып қалды. «Мылтығыңыз бар ғой, нанбасаңыз жүріңізші» деп жалынды Көлтай. Қара Волгалы кішкентай кісі баласын қолынан жетектеп Әсияның бөлмесіне келді. Курорт маңындағы гүл алаңдарын оралып өтті. Мына байқұс әйелін таба алмай жүр-ау, ертең демалыс болған соң келген екен ғой. Масқара. Ол қатынды кешкі тамаққа әлгі қысық көз инженер қолтықтап келеді. Әйелін курортқа жіберудің екені көрсін енді ақымақ деп, курорттағылар әр жерден кішкентай кісінің сыртынан күліп, келеке етіп тұрды. Қара Волганың курорт маңына тоқтаған көз шалған бас дәрігер көк тұқыл шашы тікірейген кішкентай кісінің қасына ентіге жетіп амандасты да, «Әсия Кәрімовна экскурсияға кеткен болар, олар шайтан сарайын көріп қайтады» деп бас иіп қалды. Осы кезде өзен жағасында серуендеп жүрген 2-3 әйел Әсияны қолтықтап өз бөлмесіне алып бара жатты. «Мама, мама» деп ол топқа қарап кішкентай бала жүгіре жөнелді. «Ах, Әбірс Басырович, жүрегі қысылып қалған екен ғой, қап күн соқпаса жарар еді» деп бас дәрігер тұра ұмтылды. Жүзігімді жоғалтып соны іздеп жүргенде жүрегім қысылды. Ах, қашан келдің? Курорты құрсын, мен алып кет» деп Әсия Әбір Басыровтың мойнына асылды. Үстіндегі жібек көйлегі өрім-өрім, жалаң аяқ, қалшылдап тұрған Әсия өзен жағалаған адамға ұқсамайтын еді. «Құрметті Әсия Кәрімовна, таудан құлағансыз ғой сіз. Денеңізде бітеу жара болмасын. Қазір рентгенге салу керек сізді» деп бас дәрігер дірілдеп тұрған әйелдің тамырын ұстады.
Курорт алаңындағы еріккен ел Әсияға тарихи музейдегі бір сирек кездесетін зат көргендей таңырқаса қарасты. Біреудің ернінде ащы күлкі дірілдесе, біреулердің ашулы отты көзі оның денесін темірдей қарыды. Осы кезде осы топқа алыстан айғайлап Көлтай жетті. Жолдастар, жолдастар, Әсияны аю жарып кетті. Ол қақ жарылған қалың топтың ортасында ебіл-дебілі шығып тұрған Әсияны көрді де, үрейленіп кейін шегініп бара жатып, сасқанынан Әбір Басыровқа қол берді. Ол Көлтайдың шынашағындағы алтын жүзіктен көз алмай, сүйінші Әсия жүзігің табылды деп күліп жіберді. Басыров күлгенде құлағына дейін қызарып, тікірейген көк тұқыл шашының арасынан бу шықты. Бар әйелдің арын аяққа басының ау оңбаған деп, ақ көйлекті жас келіншек бетін басты. Суретші Басыровқа аянышпен қарап үнсіз тұрды. Армысыздар, қадірменді тыңдармандар, арнама қош келдіңіздер. Аудио ұнаса, пікір қалдырып, жақындарыңызбен бөлісе кетуді ұмытпаңыздар.